Қиындыққа төзімділік жайындағы тәмсіл. Бірде жас жігіт өмірдің қиындықтарынан шаршап, ұстазына кеп былай депті: «Ұстаз, өмір сүру қандай қиын. Ағысқа қарсы жүзуге шамам қалмады, қатты шаршадым» депті. Ұстазы жауап берудің орнына жанып жатқан отқа 3 бірдей ыдысты қойып, ішіне су қойып, бірінші ыдысқа сәбіз, екіншісіне жұмыртқа және үшіншісіне кофені салыпты. Арада аз кем уақыт өткеннен кейін бірінші ыдыстан піскен сәбізді алып шығыпты, ал екінші ыдыстан піскен жұмыртқаны, ал үшінші ыдыстан кофені құйып алыпты. «Не өзгерді?» деп сұрапты жігіттен. «Сәбіз бен жұмыртқа болса пісіп кетті, ал кофе суға еріп кетті» деп жауап беріпті жігіт. «Мүлде олай емес» деп жауап береді ұстазы. «Бұл сырт қарағанда ғана солай көрінуі мүмкін. Өзің қарашы. Бірдей қатаң ортаға тап болған кезде, яғни қайнаған суға салып жіберген кезде, қатты сәбіз былжырап пісіп кетсе, жұмсақ, сынғыш деген жұмыртқа қатайып қатты болып кетті. Адамдарда дәл сол секілді. Кейбір адамдар басына қиындық түскен кезде сәбіз сияқты былжырап, еріп, езіліп кетсе, ал кейбір адамдар жұмыртқа сияқты қатайып, мықты болып кетеді» депті. «Ал кофе ше?» деп сұрапты жігіт. «О, бұл енді ең қызығы. Кофе өзіне таныс емес қатаң ортаға тап болған кезде толықтай еріп кеткенімен қоймай, оны дәмді, хош иісті сусынға айналдыра білді. Адамдардың да кейбіреулері дәл сол кофе секілді басына түскен қиын жағдайға икемделіп, өзіне сол жағдайдан пайда, яғни сабақ алып қана қоймай, ол өзі түскен жағдайдан шыға отырып, өзінің өмірін де жақсы жағына қарай өзгертеді деген екен.